Azerbaycan Yekaterinburg сезосында Русия қавсызлық күчлері тарафындан өлдірілген Қардаш Сафаровларының женазесі кечірілді. Бакудагы махкеме экспертлер ресми оларақ жаза излеріні таздықладылар. Бу Екатеринбургта азербайжанлыларға қаршы погромлардан сон Русия ве Азербайжан арасындагы даванын екінші эскалация далғасыдыр. Бу арада Баку Москваға оз күзгі тенбесіні йоллады. Азербайжанда наркотик сатуында ве кибер алдатувда шүбеленген бір группа Русия ватандашлары тұтылдылар. Азербайжан қавсызлық күчлері рус тешвихат видеолары услубінде тұтылғанларының видеосының нумайыш шекілінде дерчеттілер. Юзны ашағы егіп, еллеріні арғаларына қойып, нумайыш әрекетлері япалар. Сигнал ачық. Шымды русларға мухаджирлерге насыл мунасебетте олсалар, ойледі мунасебетте олажақлар. Молдова прокуратурасы Гагаузия Мухтариясының башы Евгения Гуцелны 9 елға апске алмақны талап еті. О Русияден кетірілген параларнен Сайляв компаниясыны қанунсыз малиештірувде қабатлана. Гуцел шахсен Путинден ве Эрдоғандан жазадан қачынмақ үшін ярдым етмелеріні рижа етті, ама иш өз темпіні арттыра. Под домашним арестом, это просто борьба с оппозицией и показать другим оппозиционным политикам, что если у вас будет другое мнение, если у вас будет много, да, потому что я никогда не замалчивала, никогда не молчала, потому что действительно я всегда высказывала то, что у нас какие проблемы существуют, и всегда высказывалась о том, что действительно на сегодняшний день гагаузская автономия подвергается к давлению со стороны Кишинева. Не наоборот, пытаются показать, что якобы это Камрад идет против Кишинева. Ижевск шерінде СБУ дронлары Тор ве Аса авадан қорчалану системалары ве шахет дронлары үшін компонентлер чықарған купол заводына уджум еттілер. Нишанғаже 1300 километрден зеде ел бар. Ен аздан 2 урылғаны ве буюк янгын олғаны белі. Ресми оларақ 3 адам өлді, да 35 адам яраланды, олардан 10 адамның аллары ағыр. Региондaki бүтін жема тедбірлері уджум себебінден лягу етілді. Сақта Арби аэродром янына руслар техниканың әрекетіні гизлемек үшін мобиль аяғаларына тықалар. Украина баш истихбарат бөлігі У-26 бобер дронларының Русияның авадан қорчалуынывына яны уджум компаниясыны башлады. Нетижеде Панцер С-1 авадан қорчаланув системасы оз экипажнен берабер Необи СВ радары, Печора Уч ялы радары, противник Г радары ве сақ шеріндікі аэродромында болынған Су-30 учағы йоқ етілді. Бұндан да ғайры геже руслар Қырым үстінде 17 Украин дронны ұрып түшіргенлеріні илан еттілер. Ләкин ерлі сакенлер Керіч ве Кефеде патлавлар олғанны білдірді. Қырым көпіріні кене қапаттылар. Русия ордысы Херсон велетінде ве Запорожьеде яны уджумлар башлады, анда өлілер ве яралылар бар. Қырым сияси мәбүслер, этаплар, хасталықлары ве айленен бірінші көрішівлері. Қырым-татар журналисті Осман Рифмеметовны Оренбург велетіндегі колонияға абуштырдылар. Апске алынған вақыттан о 22 килограммға қадар арықлады, деп хабер ете оның анасы. Имам Раиф Февзиев апске алынған сон өз балаларыны бірінші кере көрді, олар она Красноярск велетіндегі колонияға келділер. Асан Ахтемов Архангельск велетіндегі колонияда бір ел болынған сон 3000 километрден зеді ел кешкен өмір арқадашынен көрішті. Асанның сағлық алы эп феналаша, көріп арқа ве бұғырмаларда проблемалар пейда олды.
Киевде Украина тарих милли музейінде енді Қырым татар байрағы сақланacak. Оны yıllar devamında bayraqnen birleşemiz Liberate Crimea akциясында imzalarnen toldura ediler. Bu bayraq 4 kıtadaki 28 memleketini ziyaret etti. Eskender Bariyev ayrıca kaydetti, bu bayraq tek Kırım tatarlarının kureşinin değil de Ukrayna birliginin ve Kırımga bütün dünya kol tutumunun timsalidir.